Босануға барайын деп жатқан келіншектердің тағы да жиі кездесетін қателігі ол перзентхана таңдаудағы қателік. Яғни мемлекеттік тегін перзентхана ма немесе ақылы перзентхана ма? Бұл жерде мен айтқым келетіні мемлекеттік перзентханада да, ақылы перзентханада да қай жақта босансаңыз да жеңіл разрывсыз босануыңызға ең маңызды фактор ол сіздің өзіңіз болып табыласыз. Яғни қай перзентханаға барсаңыз да ол сізге гарантия емес. Яғни көп келіншектер ойлайды, мен қазір платный роддомға барам, ол жақта мені бәрі күшті босандырып алады. Акушерка қасыңызда отыруы мүмкін, бірақ дегенмен босану барысындағы жұмыстың барлығын атқаратын сіз. Сондықтан ол тікелей сіздің дайындығыңызға байланысты. Қазақстан Республикасында әрбір келіншек тегін мемлекеттік перзентханаға барып босануға құқығы бар. Бірақ бұл жерде сіз бір нәрсені білу керексіз. Мысалға, сіз перзентханаға барған кезде сізбен қатар сол дежурствода 5 әйел немесе 10-15 әйел бірге босанып жатуы мүмкін. Және ол перзентханада, ол дежурствода, мысалы түнгі уақытта ары кетсе 2-3 акушерка болуы мүмкін. Яғни сіз мемлекеттік перзентханаға барып босанатын кезде акушерка сіздің қасыңызда отырмайтынына, сізді былай демал, былай істе деп айтып отырмайтынына дайын болу керексіз. Ол күні, именно сіз түскен күні ол перзентханада сіз жалғыз босанып жатқан әйел болып қалуыңыз мүмкін. Және де ол уақытта акушерка сіздің қасыңызда отырып, басыңыздан сипалап, барлығын түсіндіріп отыруы мүмкін. Бірақ жаңа айтып кеткендей, сізбен қатар басқа 10 әйел босанып жатқан жағдайда сіздің қасыңызда медперсонал отырмайтынына да дайын болу керексіз.